Сәулет достар, бүгін біз Түркістан қаласындамыз, керуен сарайы кешеніндеміз. Көбіңіз менен осы жерге талдау, шолу жаса деп сұрадыңыздар. Мен бұл жерге келгенмін, көбіңіз секілді, бірақ сонда да менен эксперттік ойымды сұрағандықтан сіздердің сөздеріңізді жерде қалдырмай шолу жасайтын боламыз. Ал кеттік. Жалпы негізі керуен сарай парсы стилінде жасалған. Мен оған қарсы емеспін, өйткені ол Түркістан өңіріне өте лайықты. Өйткені сонау ғасыр бұрын Қожа Ахмет Яссауидің кезінен осы стильді қолданғандықтан осы жерге ол лайықты стиль болып келеді. Бұл жердің жобасы біріншіден сәулетшінің толыққанды ойы жеткізіліп, толыққанды жасалғаны көрініп тұр. Өздеріңіз білетіндей, жақсы жоба жасалуы мүмкін Қазақстанда, бірақ ол толыққанды тур сәулетші не көрсеткісі келгенін біздің орындаушылардың арқасында, парақорлардың арқасында негізі жүзеге аспай жатады. Өйткені бір жерден үнемдеп жатады, бір жерден қысқартып жатады. Соның арқасында сәулетшінің толық ойы жеткізілмей жатады. Ал мына жерде меніңше бір компания, яғни құрылыс компаниясы өзінің проектті жасайтын дизайнерлер, сәулетшілердің жасаған жұмысын толық авторлық надзормен жасап, толыққанды сол ойын жеткізгеніне дәлел. Мынаны бәрін көріп, соны ғана ойлай аласың. Бұл жерде айта кететін жайт, өте ұтымды шешім, ол түстерін бір-бірімен үйлестіру. Жай ғана үйлестіріп қоймай, оны сапалы етіп жасау. Жай ғана мынау жерге төселген материалдарды қарайтын болсаңыздар, өте сапалы төселген. Одан кейін анандай ғимараттарды қарайтын болсаңыздар, ежелгі ғимараттарға ұқсатқысы келгенін дәлме-дәл материалын тауып, жаңағы балшықтан жасалған ғимараттарымыз бар еді ғой ежелден. Тур сол эффектті қайталай алған, бірақ балшықтан емес, бетон, цемент қосқанда, яғни ол жаңбыр жауған кезде шайып жібермейтіндей қылып керемет жасаған. Сол үшін де тағы бір лайк қойсаңыздар болады. Орыстарда бір жақсы сөз бар, красота в деталях дейді. Яғни әсемдік майда шүйде заттарда. Дәл соған дәлел мынандай тас. Бір қарасаң, жай ғана тас сияқты. Оюланған тесіктер бар, бірақ ішінде колонка орнатып, су өтпейтіндей қылып, сондай майда шүйделерді көріп, көзің тоймай қуанасың. Мынаны қараш, керемет емес па? Әр өңірдің өзіне сай заттары болады. Мысалы, Түркістан өңіріне жаңағындай Венеция деп мақтанып жатыр ғой, ол нәрсе мүлдем табиғи сай емес. Оның үстіне итальяндық жаңағы каноэ немесе гондолы дейма, сондай нәрсені қолданып, яғни қайтадан біреудің мәдениетіне еліктеу арқылы, біреудің мәдениетін көкке көтеру арқылы біз өзіміз көтерілгіміз келе ма, сол жағы ұнамайды. Мысалы, жаңағы Венеция бар ғой, ол қалай пайда болды? Ол табиғи ерекшеліктерін қолдана отырып, ол сол нәрселерді бренд қылу арқылы, әлемге әйгілі қылу арқылы пайда болып жатқан, біз біліп жатқан Венеция. Яғни дизайнер, сәулетшілердің жұмысы сондай нәрсені табу. Яғни Түркістан немен әйгілі, немен ерекше деген сияқты өзіміздің құнымыз бар. Сол нәрсемен жұмыс істеп, әлемді таңғалдырудың орнына біз әлі күнге дейін еліктей береміз. Осы кешенді келіп мақтаймын ба десең, бәрібір осындай нәрселер көзіңе түседі, бәрібір бір жаның ашиды, осы қазақ қашан қояды екен осы еліктеуді деп. Шын мәнінде ойланатын болсаң, миды қосатын болсаң, керемет елді таңғалдыратын нәрсені ойлап табуға әбден мүмкін заттар көп бізде. Негізі Түркістанның ерекшеліктері жоқ емес, бар. Тұрғындардың мүмкін білмейтін де ақпарат, ол қазіргі көне жазбалардан табылып жатқан Түркістан өңірінде арнайы адамдар бақшалар өсірген екен. Яғни бұл жердің ауа райына тән емес нәрселерді адам жасай алған. Қазіргі таңда тал аз, бақшалар аз. Вот сондай нәрсені қолға алмай ма? Сондай нәрсені елге көрсетпей ма? Мысалы, арабтар жасай алмай жатыр, бақшаларын жасай алмай жатыр. Яғни оның табиғаты
кедергі болып тұр. А біздің ата бабамыз сол бақшаларды жасай алған. Яғни қазіргі заманда бізге де сол нәрсені жасауға болады. Соны қолға алуға болады. Осы кешеннің ұнайтын жерлерінің бірі мына материалдарды керемет келтірген ғой. Бір көзбен қарағанда мынау дұрыс емес, жасалып, жарылып атқан сияқты болып көрінеді. Ал негізіне келетін болсақ, осы жердің авторының ойы бойынша мынандай жарықтарды жасаған. Яғни атмосфераны, эффектті беру үшін ана төбеге қарайтын болсаңыздар, конструкцияның ежелде құрылысты осылай салған. Яғни ғимараттардан жаңағы қабаттың полына арналған ағаштарды артығымен шығарып қояды да, екі функциясы бар. Соның үстіне еден жасауға болады, одан кейін сыртқа шығып тұрғаннан кейін оның үстіне мынандай ағаштарды қойып, үстіне шығып құрылыс жұмыстарында жасауға болады. Сондай нәрсеге дейін көрсеткен ғой. Қазіргі заманда мысалы анау керек емес қой. Ол үшін қазір крандар бар. Сонда да анау әсерлі болу үшін жасалған нәрселерге тәнті боласың, риза боласың. Осындай жобалар көбейсін, осындай архитектор, талантты дизайнерлер көптеген проекттер жасалып, жүзеге дәл осылай асып жатса керемет болады. Басқа елге еліктеу деп, мен сол елдің ерекшелігін, оюларын, формаларын қолдануды айтам. Ал басқа елдің жақсы нелер бар ғой, опыттары ше. Мысалы айтатын болсақ, өздеріңіз көрген кинода, мүмкін басқа видеоларда көретіндей, жаңағы қыдырып жүрген кезде көшелерінде, олардың жазғы кафелерінде ешқандай қоршау жоқ. Яғни адам жүретін жері бар, сол жерде орындықтарды, столдарды қойып отыра береді. Дәл сол нәрсені біз қайталап жатсақ, ол еліктеуге жатпайды. Өйткені ол жай ғана функция, визуалды түрде ештеңені қайталамайсың. Сондықтан ол нәрсені қайталау еліктеу емес. Дәл мына жерде былай жаяу жүргінші бар, одан кейін анан сияқты кафелер бар. Солар жаздың күндері мына жерге столдар шығарып қоятыны көрініп тұр. Соған арнайы беседкілерді жасаған. Сондай нәрсені қайталауға болады. Ойланып қайталау керек. Еліктеген кезде де қателіктерін, өйткені мойындау керек, Европа, Америка, батыстың бәрі бізден әлде қайда алда жүр. Алда жүр деген сөзіміз, олар қателіктердің бәрін жасап қойған, үлгерген. Сол қателіктерді біз қайтадан жасамауға тырысуымыз керек. Ал ұтымды шешімдерін қабылдауымыз керек. Өздеріңіз білетін арба, жаяу жүргінші, біраз ұзақ, мысалы мына жерде керуен сарайда жаяу жүргінші жолы шамамен бір 2 километр бар шығар, ұзын, мен есімде. Сондай жерлердің ерекшеліктері, сондай жердің плюстары, ол жай ғана жүріп емес, тірліктеріңді бітіріп жүру керек. Мысалы, бұлай жүрген кезде неше түрлі спорт мастер, тамақтанатын жер, киім сатып алатын жер, косметика сататын жерлер болуы керек. Өйткені жай ғана қыдырып емес, тірліктеріңді бітіресің. Сондай нәрсені де дұрыс жасаған. Бұл да тағы бір плюс. Ал минустарын айтатын болсақ, маған қатты ұнамайтын жері бұл керуен сарайдың дизайны, сыртқы көрінісі емес, орналасқан жері. Яғни, мен байқаған Түркістан қаласы мүлдем жаңағы генпланмен жұмыс істемейді. Оған арнайы мамандар бар, градостроитель дейді. Қалалардың құрылысшылары. Олар проекті жасау керек. Олар проекті жасаған кезде де зоналармен жұмыс жасайды. Яғни, жаңағы тұрғын үйлер зонасы, өндіріс зонасы ол қаланың шетінде болу керек. Немесе әкімшілік зонасы деген сияқты нәрселермен мүлдем жұмыс істемейді. Яғни, мешіттің жанында баяғы музей болған ғимаратты әкімшілік ұнатты ма білмеймін, музейден алып қойып әкімшілік қыла салды. Дәл сол сияқты мынау керуен сарай былай айтқанда аттракцион ғой. Паркте тұрған жаңағы качелелармен тең, дұрыс па? Қайықпен серуендейсің, былай айтқанда уақыт өткізесің. Ал бұның дәл жанында, мына басында мешітке дейін, өздеріңіз білетін Қожа Ахмет Яссауи кесенесі жап-жақын тиіп тұр. Яғни бұл жерде де зона. Адамдар зиярат етуге келеді.
Ал мына жерде 100 метр жерде адамдар ойнап атат. Сол сияқты бір-бірін алшақ қылу керек еді. Яғни зонаны бөлген кезде мынандай нәрсені мешіттің жанына жасағаны дұрыс емес меніңше. Негізі сапасын қатты мақтап жіберген сияқтымыз бар ғой. Қазір былай ұстап көре салайын десем, мынау пенопласт қой ағайын. Мынаны қарасаңыздар. Негізі бөлек кешен ретінде бұл дизайны да, бұл объект маған негізі ұнап тұр. Бірақ ойланып қарасаңыздар, барлық жақ сол жаңағы парсы бар ғой, мен айтқан араб стилі ғой, барлық жақта. Оюларға қарасаңыз да, анау күмбездерге қарасаңыз да, формаларына қарасаңыз да. Өкініштісі бар ғой, жаңағы мен айтқандай ғой, бір компания жасады да, қолға ала алды, тур сол дизайнмен қайталауды. Өкініштісі қанша жерден бізде талантты дизайнерлер болса да, дәл сол осындай үлкен кешенді ойлап таба алса да, тур ойындағындай қылып жеткізе алуы әбден қиын.